Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Еңбек Инфо және мен Бесенов Мұхтар. Оқу орнының табалдырығынан аттап бірден жұмыс табудың қиын екені барлығымызға мәлім. Жұмыс берушілер көп жағдайда жұмыс өтілі бар қызметкерлерді алуға мүдделі. Осы орайда жас түлектер не істей алады? Мемлекеттің оларға көмектесуге арналған қандай бағдарламалары бар? Оның бірі ол жастар практикасы. Бүгін осы туралы 5 сұраққа жауап беретін боламыз. Жастар практикасы дегеніміз бұл техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының түлектері алған кәсібі бойынша бастапқы жұмыс тәжірибесін жинақтау мақсатында жүзеге асыратын еңбек қызметінің түрі. Яғни қарапайым тілмен айтқанда бұл жұмыс өтілі жоқ мамандардың жұмысқа орналасуын көздейтін мемлекеттік бағдарлама. Бұл бағдарламаға жасы 29-дан аспаған және міндетті түрде мамандығы бойынша жұмыс өтілі жоқ түлектер ғана қатыса алады. Ең біріншіден ол әрине кәсіби тәжірибе алу. Екіншіден өзін көрсету арқылы жұмысқа орналасу мүмкіндігіне ие болу. Үшіншіден мемлекеттен қаржылық көмек алу. Себебі жастар практикасы кезіндегі жалақы мемлекет тарапынан төленеді. Жастар практикасын ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларына сәйкес, жастар практикасы жұмыс берушілерде олардың меншік нысанына қарамастан ұйымдастырылады. Оның тізімімен кез келген уақытта халықты жұмыспен қамту орталықтарында таныса аласыз. Оған 1 жылдан астам уақыт бойы жалақы бойынша берешегі жоқ, салық және басқа да әлеуметтік аударымдарды үнемі жасайтын жұмыс берушілер қатысады. Жастар тәжірибесі шеңберінде жұмыс уақытша сипатқа ие. Тәжірибенің ұзақтығы 6 айдан аспайды. Жастар тәжірибесі кезінде республикалық немесе жергілікті бюджеттерден айлық жалақы міндетті төлемдерді шегеріп тастаған кезде 65 мың теңгені құрайды. Біріншіден ол тұрғылықты жеріңіз бойынша халықты жұмыспен қамту орталығына бару. Екіншіден сол жерде жұмыссыз ретінде тіркелу. Үшіншіден тиісті құжаттарды тапсыру. Ол қандай құжаттар? Ең біріншіден жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі. Екіншіден еңбек кітапшасының көшірмесі. Үшіншіден техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар екенін растайтын құжаттың көшірмесі, яғни сіздің дипломыңыз. Төртіншіден бұл өтінім. Осы жылы жастар практикасына Астана қаласы бойынша 780 адам жіберілген болатын. Олардың қатарында жұмысқа орналасқандардың бірі ол Галина. Оның бұл бағдарлама туралы ойы қандай? На данный момент я работаю психологом в Центре психологии «Кассиет». Чем мне могла помочь? Точнее, не могла, а помогла молодежная практика. Чем она вообще может помочь? Все-таки это не такая большая ответственность, как если человек устраивается на работу. Конечно, ответственность — это дело каждого, но я не ощущала такого давления, как если бы я сразу пришла к начальнику, и он бы мне назначил испытательный срок. Может быть, вообще бы растянул его на месяц, а потом не заплатил деньги. Ну, такая практика бывает. Я бы очень рекомендовала эту практику, особенно для тех, кто стесняется и вообще не уверен в своих силах, как профессионал. Вообще алгоритм молодежной практики, допустим, для тех, кто не знает, куда он хочет идти. Приходя и обращаясь к оператору, вы получаете список потенциальных учреждений, куда вы можете поступить. Вы посещаете их, разговариваете там с начальством, знакомитесь с коллективом. Если вы нашли общий язык, вы подходите этому человеку, он подходит вам, все, отлично, вы работаете вместе. Но бывает так, что не сходятся. Насколько я знаю, Центр занятости может увеличить этот список, может подыскать еще кандидатов. Может быть, если не в этом месяце, то в следующем. У кого-то закончится практика, вы можете занять его место. И полгода стажа, тем более полгода оплачиваемого стажа, я считаю, что это очень выгодные условия на самом деле.